Мына мұсылман адамның бай болу керек па, кедей болу керек па деген кезде Алла тағала Құранда бір дұға үйретеді бізге. Байлықты сұрау керек екен, дүниені сұрау керек екендігін. Және де дүниені бірінші кезекте сұрау керек екенін үйретеді. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Кеше Каабаны 7 рет айналғанда 7 рет айқайлап айттым мен. Роббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан-нар. Алла тағала бізге осы дүниенің жақсылықтарын төгіп бер, ахиреттің жақсылықтарын үйіп төгіп бер. Және де оттың азабынан бізді құтқара көр дейді. Сонда мына Құранның аяты ғой. Алла тағала бүйтіп айтады. Фаминан наси ман яқулу роббана атина фид дуния ва ма лаху фил ахирати мин халақ дейді. Бір адамдар бар дейді. Алла тағаладан дүниеде жақсылық бер деп сұрайды. Бірақ ертең ахиретте оларға ешқандай үлес жоқ дейді. Ва минхум ман яқулу роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Олардың арасында басқа бір тобы бар дейді. Алла тағалам бізге осы дүниенің де жақсылығын бер, ахиреттің де жақсылығын бер, және де оттың азабынан сақтай көр. Улаика лахум насибу мимма касабу валлаху сариул хисаб. Міне сол топқа Алла тағала есеп қисапсыз ертең ризық несібесін дүниеде де ахиретте де береді дейді. Алла тағала есептесуде өте тез жүйрік қой дейді. Әркімнің өзінің есебін беруге тез Алла. Әп-сәтте бере салады. Енді қараңыздар. Мұсылман адамдарды кейбір адамдар былай айыптайды. Сендер осы ахирет дей бересіңдер. Адам деген, мұсылман адам деген екі дүниесін бірдей алып жүру керек емес па деп қояды. Бірақ өзі ахиретті алып жүрмейді, өзі дүниені ғана алып жүреді. Әділдік па? Әділдік емес. Сынап тұр бірақ дұрыс емес сынап тұр. Вот мұсылман адам екі дүниесін бірге алып жүр. Сен бір дүниеңді ғана алып жүрсің, бірақ мұсылманды сынап атсың. Қалай? Міне киініп жатырмыз. Сол дінге сенбейтін адамдарда киіп атқан киімді де біз киіп атырмыз. Сол дінге сенбейтін адамдардың ішіп жатқан тамағында біз ішіп жатырмыз. Сол дінге сенбейтін адамдардың тұрып жатқан баспаналарында да біз тұрып жатырмыз. Сол дінге сенбейтін адамдардың мініп жатқан көлігінде біз мініп жатырмыз. Сол дінге сенбейтін адамдардың ұялы телефондары бар ғой, ұстап жүрген, оны да біз ұстап жүрміз. Былайша айтқанда, олардың алып жатқан әйелдерінде біз алып жатырмыз. Олардың шығып атқан күйеулеріне біздің де қыздарымыз, мұсылман қыздарымыз күйеулеріне шығып жатыр. Біз дүниеден де, ахиреттен де құр қалып жатқан жоқпыз. Бізге Алла тағала дүниеде де беріп жатыр. Бірақ Алла тағала бізге ахиретті де беріп жатыр ғой. Ол кісілерге Алла тағала дүниені беріп қойған, бірақ оларға ахирет жоқ қой. Міне мұсылман адам екі дүниені бірдей ұстайды дейді. Мұсылман адамның екі дүниені бірге ұстап жүруі ләзім. Және де мына дұғада байқадыңыздар ма? Алла тағала бірінші бізге үйретіп жатыр ғой дұғаны. Мына жауамиу дуа дейді. Дұғалардың атасы дейді мына дұғаны. Ең ұлы дұға мынау. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана. Мұсылман адам екі дүниені бірдей сұрайды. Және де оттың азабынан құтқар деп сұрайды. Енді қараңыздар. Осы жерде Алла тағала Роббана атина фид дуния хасана деп үйретіп жатыр. Ең бірінші дүниені сұрап жатыр. Егер Алла тағала дүниені сұратып жатқан болса, енді бұл дүние мақталған ба, датталған ба, жалпы Алла тағала бұған риза ма, риза емес па? Біз бай болғанымызды қалап тұр ма, әлде кедей болғанымызды қалап тұр ма? Алла тағала бай болғанымызды қалап тұр. Роббана атина фид дуния хасан.